Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге қызанақты қысқа дайындап, морозильникте қалай қатыруға болатындығын көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл видеода мен қызанақты екі түрлі жолмен қатыруды көрсетемін. Алдымен керекті қызанағымызды жуып дайындап аламыз. Бірінші әдіс бізде қызанақты осылай жіңішке етіп, домалақтап турап аламыз. Барлық қызанағымызды осылай турап аламыз. Бұл қызанақты қыста пиццаның бетіне қолдануға болады. Енді турап алған қызанақтарымызды осы морозильниктің ішін алып, соның ішіне пергамент қағазын төсеп аламыз. Содан кейін пергамент қағазының үстіне домалақтап туралған қызанақтарымызды орналастырып шығамыз. Бір-біріне тигізіп жабыстырып қоймаңыздар. Егер де олай істесеңіздер, қызанақтар бір-бірімен жабысып қалуы мүмкін. Осылай барлығын орналастырып шығамыз. Екінші әдіс бізде қызанақтарымызды майдалап турап алып, укроппен араластырып, блендермен немесе шопердің көмегімен езіп, қыста томаттың орнына пайдалануға болады. Ол үшін алдымен қызанақтарымызды майдалап турап аламыз. Барлық туралған қызанақтарымызды шопердің немесе блендердің ыдысына салып аламыз. Содан кейін үстіне свежий укропты турап немесе осы құрғақ укропты салып, жақсылап езіп аламыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алда сіздерді көптеген рецепттер күтіп тұр. Езуге 5 минуттай уақыт кетеді. Езіп алғаннан кейін дайын болған қызанағымызды кекстің ыдыстарына 2 қасықтан салып шығамыз. Барлығын салып шықтық. Енді туралған қызанақтарымыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, кекстің ішіне салынған қызанақтарымызды орналастырып шығамыз. Барлығын орналастырып болғаннан соң 24 сағатқа морозильникке қойып қатырып аламыз. Мінекей, менде қызанақтар 24 сағат морозильникте тұрды. Енді осыны пакеттерге бөліп саламыз, немесе арнайы контейнерлерге салсаңыздар болады. Барлығын қалыптан босатып, пакетиктерге бөліп салып, қайтадан морозильникке орналастырамыз. Қысқы мезгілде қолдануға өте керемет рецепт. Егер де сыртта ұзақ ұстап қойсаңыздар, онда біздің қызанақтарымыз еріп кетуі мүмкін. Сол үшін тез-тез алып, қайтадан морозильникке саламыз. Енді домалақ туралған осы пиццаға арналған қызанақтарымызды да пакетке немесе контейнерге орналастырамыз. Барлық қызанақтарымызды пакетиктерге орналастырып, аузын байлап, тоңазытқышқа қайтадан салып қоямыз және қысқы мезгілде кез келген уақытта ашып қолдана береміз. Сіздер де жасап көріңіздер.